Логистикадағы сізге секреттердің бірін ашайын. Ең маңызды нәрсе бұл клиент іздеу емес. Клиент деген толып жатыр, водитель деген толып жатыр тоже. Логистикадағы ең маңызды нәрсе бұл коммуникация. Үлкен клиенттермен сөйлесе алу. Коммуникация деген бұл жаңағындай адамдармен просто бет алып сөйлесе беру емес. Бұл адамдармен қарым-қатынас құра білу, дұрыс қарым-қатынас құра білу және сол адам арқылы басқа керек адамға связьға шыға алу және сол адамдарды тартып, соны өзіңізге клиентке айналдыру. Вот сол коммуникация. Логистикадағы ең маңызды нәрсе осы. Жарайды, сізге қазір мен мысалы клиент бердім дерге, бір клиентпен жұмыс жасайсыз, ертең онымен коммуникация құра алмасаңыз, бір-екі перевозкадан кейін клиент сізден кетіп қалады. Клиент нені бағалайды? Бәрінде баға бірдей болуы мүмкін. То есть логистикада мынандай жоқ, сіз ең арзан баға бердіңіз, клиент сізбен ғана жүре береді деген жоқ. Логистикада ең маңызды нәрсе бірінші профессионализм, екінші коммуникация. Сіз өз ісіңізді профессионал түрде істей алсаңыз, одан кейін клиентпен дұрыс сөйлесе алсаңыз, водительдермен дұрыс сөйлесе алсаңыз, сол кезде ғана клиенттер сіздермен тұрақты түрде жұмыс жасайды. Барлық секреті осы. Одан кейін үшінші орында тұратын бұл білім. Білім болу керек. То есть білім сіз диванда отырып алып, водительге 10-20 мың теңгеге зат жіберу емес. Үлкен компаниялармен сөйлесіп, сояққа тұрақты водительдерді қойып, водительдермен келісіп, сол жерде өзіңіздің маржаңызды ұстап отырып, бүкіл документациясын жасап беру, клиентке жақсы сервис көрсету. Егер жақсы сервис көрсете алмайсыз, онда логистиканы істемей қойыңыздар. Жаңағы күнделікті одноразовый клиенттермен жүрудің қажеті жоқ. Күнделікті одноразовый клиентті водительдің өзі ақтауы болады.